Ассаламағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Осы видеода мен сіздерге түркше әліппені үйрететін боламын. Осы видеоны бастамай тұрып, менің мына YouTube каналыма жазылып, және бір лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ондай болса, кеттік. Жалпы Түркияның әліппесі 29 әріптен, осы көргеніңіз 29 әріптен құралатын болады. Мен сіздерге бірден бастап тізіп отырып үйрететін боламын осының барлығын. Жарайды, бастайық. Біріншісі А. Бұл енді біздің кәдімгі А. Сосын мынау Б деп оқылады. Енді көп балалар мынаны В деп шатастырып алады, бірақ енді бұл түркішеде В деп оқылады. Мынау Ж деп оқылады. Бұны С деп оқылмайды, бұны Ж деп оқылады. Бұны жерге жазып қояйын. Мышкамен жазып отырып, сол себепті айып етпеңіздер. Әдемі жазамай жатырмын. Бұны Ж деп оқиды. Сосын мынаны Ч. Бұны Д. Ал мынаны Ә деп оқылады. Жарай ма? Бұны Е деп оқылмайды. Бұны Ә деп оқылады. Бұғанда диққат етіңіздер. Сосын Ф, Г, ал мынаны жұмсақ Г дейді. Мына Г-нің жұмсақ түрі екен. Жалпы бұны дыбысы жоқ бұны. Мысалы сіздерге бір әріп жазып айта кетейін. Мишкамен. Мысалы мынаны А, Ач. Қазақшасы мынаны ағаш дейміз. Ағаштың түркішесі мысалы. Ағаш. Бірақ түркішеде ач дейді. Мынау негізі дыбыссыз, дыбысы жоқ. Ач деп қана өтеді. Осыны диққат етіңіздер. Осыны мынаның жұмсақ Г деген әріптің дыбысы жоқ бұл. Жай ғана ач деген бір дыбысты созу үшін қолданатын бір әріп. Сосын мынау Х, мынау Ү, мынау И, ал мына Ү мен Иде енді өте оқсап кетеді негіз. Бұғанда диққат етіңіздер. Мынау Ж. Бұл Ж көп жағдайда сырттан келген, мысалы французша, ағылшынша деген, итальянша біраз атаудар бар түркішеде. Сол әріптер атаудардың ішінде қолданатын әріп. Бірақ жалпы мына тұрмыстық сөздерде бұл Ж көп қолданбайды. Сосын мына К, Л, М, Н, О. Бұның барлығын енді біздің білетін әріптеріміз деп ойлаймын негізі. Мына Ö дегеніміз кәдімгі, бұл Ö. Қазақшада бұл қазақшаның өсімен оқсап кететін Ö. Ал мынаған келетін болсақ, бұл П деп оқиды. Бұны Р деп оқылмайды. Р дегеніміз мына жерде. Мынау П, мынау Р. Екеуін шатастырып алмаңыздар. Сосын С, Ч, Ш. Бұл Ш. Ш ғой негізі, Ш. Сосын Т, У, Ü, В. Мына Б, мынау В. Мұны екеуін шатастырып алмаңыздар. Сосын мынаны Е деп оқиды. Бұны У деп оқылмайды. Бұны Е деп оқылады. Сосын З. Сол осы 29 әріпті білгеннен кейін арғарай түркішені бісміллә деп бастағалы болады. Және де мен бір қайталап жүрейін. Мына әріптердің ішінде өте маңызды диққат ететін әріптер бар. Мысалы мына жердегі Б, мынаны Ж, мынаны Ә деп оқиды мысалы. Мынаны жұмсақ Г дегеніміз дыбыссыз бір әріп. Сонымен мына Ү мен Идің арасындағы парық өте кішкене, бір нүкте ғана парық етеді. Сол себепті бұғанда диққат ету керек. Сонымен мына
P мен R'ni айырып алуымыз керек мысалы. Неге де орысшада бұны Р деп оқылады мысалы. Бұл түркішеде бұны П деп оқылады. Сосын мынаны да У деп оқылмайды, бұны Е деп оқылады. Е. Видеоның соңында мен сіздерге 1-2-3 мына сөздік дайындап қойғам, мынандай. Осы 4 сөздікті қалай оқуды сіздерге үйретемін қазір. Мысалы мынаны араба деп оқисыз. Кейбіреулер бұны араба деп оқиды, араба деп оқиды. Ол енді қате негіз. Ол араба десең біртүрлі ыңғайсыз бір дыбыс те, оны олай оқымайды түркішеде. Мысалы оның оқу өзінің тәсілі бар мысалы. Араба, араба деп оқылады. Сосын мынаны көзлік, көзлік деп оқисыз. Мынаны үйтіп кейбіреуде көзлік деп үйтіп оқысаңыз мүлдем қателесесіз. Өзінің кесілетін жерлері бар мысалы. Мынаны міне чичек, мынаны үзім. Осында кесілетін жерлерде диққат етесіз. Сөйткенде ғана мына әрбір айтқан сөзіңіз өте әдемі болып шығады. Рахмет, осы видео осы жерге шейін тамамдайын. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода мен сіздерге сандарды үйрететін болам. Және де айтатыным, видеоны егер ұнататын болсаңыз, бір лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Жарайды, келесі кездескенше аман есен болыңыздар.